Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай медовый торт дайындайтын боламыз. Алдымен медымызды қыздырып, паровой баняға ерітіп аламыз. Жақсылап ерей бастаған кезде үстіне 1,5 қасық ас содасын саламыз. Оны көпіртіп жақсылап көтеріліп ағарып, 2 есеге ұлғаяды. Жақсылап көтертеміз. Сода реакцияға түседі. Содан соң барып сармайымызды саламыз. Бөлме температурасында сармайды салып, оны ерітіп аламыз. Медпен бәрін жақсылап ерітеміз. Бірыңғай әдемі түске енеді. Сосын жұмыртқамызбен секерімізді араластырамыз. 2 есе ұлағанша көпіртеміз. Енді манағы медовый массамызды құйып, миксермен бұлғаймыз. Миксермен бұлғап тұрып қоймасақ, ол жұмыртқамыз піспеуі мүмкін. Енді ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Қамырымыз дайын. Енді формамызды алып, ішіне 1,5 қасықтан құйып, жақсылап жаямыз. Бір тегіс жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 2-3 минутта пісіп шығады. Барлығын осылай жайып шығамыз. Шамамен 7-8 корждай шығады. Менде форма диаметрі 20. Осылай бәрін жайып бір шетке қоямыз да, келесісін тағы да солай. Осылай бәрін істеп, бір тегіс қылып жайып, дайындап аламыз. Енді біздің корждарымыз дайын, кремімізге кірісеміз. Сливкемізге сахарный пудраны қосып, жақсылап көпіртеміз. Кальцияумызды дайындап, корждарымызды жинай бастаймыз. Әр корждың арасынан кремдерімізді жағып, бір тегістеп жайып аламыз да, үст-үстіне қойып жаға береміз. Осымен біздің медовыйымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.